Ayala. Ayalı. Yaxşı. Töreğali. Yaxşı. Damir. Ali kilo. Ali Nur kilo. Abu Tayyip. Ayşe'den biri. Mine kermet bolalar, bärimiz topumuzda yangi topqa da rahmetimiz aytamiz. Bugungi sabaqni barligimiz tushundik deb o'ylaymiz. Sebebi buni Bag'dashamda o'zlari ter baylanish jasadilar. Al endi senga Kavsar birinchi ko'tardi. Durust ekan? Durust. Kelesi so'roq. To'rag'ali, o'qi. So'roqni o'qi. Saniyasini qalay bo'lmaydi? Eseptik, және реттік. Алақай дұрыс екен, бала? Шапалақ тұрмайсыздар ма? Жақсы, келесі. Дамир оқы. Реттік саниясының сұрақтары. Нешінші? Қанша, неше? Не болды балалар? Суға барып кетті, я? Нешінші дұрыс айтасыңдар? Келесі, әлі кім оқы? Хақназар оқы. Реттік саниясында Хақназар оқы. Қандай жұрнақтар? Оншы. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Алақай жауап берді. Қанша неше сұрақтарына жауап беретін саниясындерді көрсет. Есепті жарайсың, молодец. Алақай дұрыс. Бір шердік ба? Шабақтаймыз. Ал енді балалар ең соңында кері байланышсақшы, бүгінгі сабақты кім қалай түсінді? Қазір жеке маған тақтада көрсетесіңдер, е? Балалар сабақ түсінікті болды ма? Тапсырманы түсіндік. Енді келесі көресіңдер. Бұл жұпты жұмыс. Сен екеуі ал, бастаймыз. Сөздерді сөз құрамынан талдаймыз. Реттік сан есімдерді сөз құрамынан талдаймыз. Кім болды тез? Шабалауға. Жарайсыңдар? Алия болды. Жақсы. Бәріміз болды. Ал бірінші біткен айналамды енабат екеуі. Енабат оқи ғой тез. Екінші, түбір сөз, жұрнақ. Дұрыс. Яғни бұл қандай сан есім? Реттік сан есім. Жақсы. Сендер, Али. Бір. Түбір сөз, жұрнақ. Інші жұрнақ. Аяру қандай сан есім бұл? Реттік сан есім. Жақсы. Сен екеуі азықпа? Бес түбір сөз, інші жұрнақ. Жұрнақ. Дұрыс айтасыңдар. Қандай сан есім? Реттік сан есім. Каусар? Айта ғой қалда. Алты түбір сөз, інші жұрнақ. Дұрыс. Айдылыр. Жеті жалға, інші. Жеті түбір сөз. Інші жұрнақ. Жұрнақ. Қандай сан есім? Сан есім. Реттік сан есім. Реттік сан есім. Төреғали? Тоғыз түбір сөз, інші жұрнақ. Жақсы. Енді бағалаймыз балалар. Шаш, қола, қауыз, қауыз балалар. Билет.
Ал демалғылар солар сызамыз. Бірінші сөйлемнен бастаймыз ғой. Бірінші сөйлемнен бастаймыз. Тұра берсін енді. Бірінші сөйлемде Екі, сыз асын. Екі. Екінші сөйлемде екінші сөйлемде 18 сыз. Үшінші сөйлемде 10 мен 14. сыз алу. Отыр. Ал енді балалар осы тапсырмада қорытынды жасайықшы. Екіге жазу жолын толтырамыз. Метрге дейін жазу жолын толтырып жазамыз, балалар. Көктемде су деңгейі. Кім жазып қойса қаламдарын қойып отырады. Және сан есімдердің астын балалар сызамыз. Деңгейі. Жаттығу не туралы болып жатыр? Өзен. Ал өзен дегеніміз не? Су. Неге су? Неге су? Ақназар, неге су? Біздің тақырыбымыз су тіршілік көзі. Иә, бөліміміздің аты, бөлімнің аты су тіршілік көзі. Орнымызда әдемілеп көркем етіп жазамыз. Олардың есептік немесе реттік екені анық. Жарайсыздар. Ал бастап кірісеміз. Таусар шыға ғой тақтаға. Қалғанымыз бәріміз дәптерге жазамыз. 36-шы жаттығу. Көркем жазу тақтасына жазамыз. Қалғанымыз дәптерге жазамыз. Әдемі, көркем етіп сұлу болып жазамыз. Бірінші сөйлемді жазамыз. Таусар бірінші сөйлемді оқы. Есіл өзенінің тереңдігі 2 метр. Тек қана бірінші тапсырмаға бағалаймыз. Алып қоямыз қаламызды. Қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сан есімдерді есептік сан есім деп айтады екен. Мысалы,
5, 6, 7. Нешінші сұраққа жауап беретін сан есімдерді? Реттік сан есім деп атайды екен. 5-ші, 6-шы, 7-ші. Реттік сан есім, есептік сан есімге ыншы, інші, ыншы, інші жұрнақтар жалғану арқылы жасалады екен. Енді бұны жаба салыңыз. Ал кім қайталап көреді осы ережені? Кәні? Кім қайталап көреді осы ережені? Кәні аялар қайталап көр. Сан есім есептік және реттік болып екіге бөлінеді. Қанша неше сұрақтарына жауап беретін сан есімді есептік сан есім дейміз. Мысалы 5, 6, 7. Нешінші сұрақтарына жауап беретін сан есімді реттік сан есім дейміз. Мысалы 5-ші, 6-ші, 7-ші. Реттік сан есім есептік сан есімге інші, ыншы, ншы сұрақтары қойылады. Жұрнақтары жалғану арқылы жасалады екен. Дұрыс. Ал бірінші топтан кім айта қояды? Айсұлтан айта қой. Сан есім есептік және реттік болып екіге бөлінеді. Қанша неше сұрақтарға жауап беретін сан есімдерге есептік сан есім деп атаймыз. Мүмкін 5, 6, 7. Нешінші сұрақтарға жауап беретін сан есімдерді реттік сан есім деп атаймыз. Мүмкін 5-ші, 6-ші, 7-ші. Нешінші реттік сан есімдерді есептік сан есімдерге ыншы, інші, ншы жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Жасалады екен балалар. Енді түсіндіңдер ме балалар? Сонда есептік сан есімге егер біз жұрнақ жалғасақ, ол қандай сан есім болып шығады екен? Реттік сан есім. Ол реттік сан есім болады екен, жақсы. Автор осындай сәлеметсіңдер ме оқушылар, мәтінді оқып болсақ, топтық жұмысқа кірісейік. Бірінші топтың алғашқы сұрағы, жолаушылар қай жерде кездескенін айт. Ал екінші сұрақ, бұлақ қандай екен? Екі топтың бірінші сұрағы, бұлақ басындағы таста не деп жазылыпты? Бірінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінгенін болжаңда. Сұрақтарға қайтып ораламыз. Міне балалар, Ыбырай сайын атамыз сендерге бірінші топқа, міне бірінші топтың сұрақтары тақтада тұр. Жолаушылар қай жерде кездесті? Бұлақ қандай екен? Бұл бірінші топтың сұрақтары. Ойланыңдар топтың ішіне, сосын жауап бересіңдер. Екінші топ, бұлақ басындағы таста не жазылыпты? Бірінші сұрақ, екінші сұрақ. Бірінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінді? Ал топтың ішінде қалғылар, қазір жауап бересіңдер. Қай топ дайын? Қолдарыңды көтере алыңдар. Дайынсыздар ма? Ал кім жауап береді? Дамир айта қойып, бірінші сұраққа жауап бер. Жолаушылар қай жерде кездесті? Жолаушылар көліктің басында кездесті. Келсеңіз жолаушылар, толықтырғандарың бар ма? Таза бұлақтың басында кездесті. Дұрыс, толықтырдық, иә? Таза бұлақтың жанында кездесті. Дұрыс па балалар? Бірінші сұрақтың жауабын шапалақтаймыз да. Жақсы. Ал екінші сұрақтың жауабын кім жауап береді? Бұлақ қандай екен? Бірінші топ. Бұлақ қандай екен? Санжар, бұлақ қандай екен? Бұлақ әдемі, мөлдір, тап-таза. Дұрыс, мөлдір, таза бұлақ екен. Тамаша. Шапалақтаймыз, екінші сұраққа шапалақтаймыз. Ал екінші топ жауап береді. Кім жауап береді екінші топтан? Бұлақ басындағы таста не деп жазылыпты? Абылқайыр. Не деп жазылыпты? Ей жолаушы болсаң осы бұлақтай бол деді. Таза бол деп, жақсы, тамаша, шапалақтаймыз Абылқайырға. Жақсы. Екінші сұрақ, бірінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінді? Қалай түсінді? Кім айтады? Кән айта қойыңдар. Кән Али айта қой. Бірінші жолаушы оны былай түсінді.
Bizde таза бұлақтай болуымыз керек, отырып айтпау керек. Жанымыз таза болу керек. Деп мақтаншақ болмау керек. Дұрыс, осылай түсінді деп ойлаймыз, Бірінші жолаушы жанымыз таза, осы таза бұлақтай бәріміз таза болуымыз керек деп бірінші жолаушы ойлады, түсінді. Ал енді біз өзімізше қалай ойлаймыз? Бізде келісеміз бірінші жолаушының ойымен? Бірінші жолаушының ойымен келісеміз бізде, Тамаша, жақсы. Келесі тапсырманы енді мен беремін.